рәсіміне көшейік. Екі шеттің бірін тарт, бірін сәл-сәл кен бұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр ақын жырлағандай, ұлтымызбен бірге қуанған, ұлтымызбен бірге уанған қазақтың киелі домбырасы алтынмен апталып өзінің тұғырына қонады. 2024 жылға алтын домбыраның иегері, жеңімпазы Мейірбек Сұлтанханұлы алтын домбыраны тұғырына қондырсын. Ұлы байтақтың төрінде бабаларымыз алтыннан сауыт киінді, алтыннан атын әбзелдеді. Ендеше бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның ақындары алтыннан домбыра қолына ұстаса жарасымды емес пе? Ендеше 2 күннің ішінде, 2 тәуліктің ішінде ертең осы уақытта, ертең Алла қаласа осы алтын домбыраның жаңа иесі анықталатын болады. Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен бал тамған жақындарым келіпсің деп жыр алыбы жамбыл жырлағандай, ұшса құс қанаты талатын, көсілсе тұлпардың тұяғы тозатын келген ақындарымызды ұлықтап сахна төріне шақырайық. Қазақ жырының телегей теңіз, шалқар шабыты, халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің елінен